Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауықтың етінен шашлык дайындайтын боламыз. Духовкада дайындаймыз. Өте дәмді және де ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Арнадағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың төс етін жақсылап жуып аламыз 2-3 қайтара. Одан кейін осындай үлкен орташа бөліктерге бөліп алатын боламыз 4 бұрыш етіп. Барлығын бөліп алғаннан кейін тұздығын дайындайтын боламыз. Ол үшін 50 мл сүт, 1 ас қасық қызанақ пастасы, яғни томат, және де 1 шай қасық паприка, 2 тісше сарымсақты, яғни чеснокты осындай құралмен езіп алатын боламыз, немесе турап қосуға да болады. Үш ас қасық сұйық май құямыз. Қара бұрыш себеміз. Енді 1,5 шай қасықта немесе үлкен 1 ас қасық тұз салатын боламыз. Енді кезекте осы заттардың барлығын жақсылап араластырып, қоймалжындау келген масса дайын болады. Осы массамызға жаңағы дайындап алған тауық етінің бөліктерін салатын боламыз. Жақсылап араластырып, 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа маринадталу үшін қойып қоятын боламыз. Бір сағат өткеннен кейін жаңағы массамыздан осындай тауық еттерін алып, шпажкаға шаншып, әдемілеп, арасына болгар бұрышы, қызанақты қосуға да болады. Осылай шаншып, әдемілеп, барлығын дайындап аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін картоптарымызды ашып дайындап қоямыз. Оларды осындай үлкендей бөліктерге бөліп, жаңағы тұздығымызға араластырып аламыз. Енді кезекте қызып тұрған пешімізде 180 Цельсий немесе 200 Цельсий градуста 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Осылай алдымен противенге картоптарымызды төсейтін боламыз астына. Үстіне жаңағы дайындап қойған тауық етінің шашлықтарын қоямыз. Шпажкадағы тауық еттерін қоямыз. Одан кейін қалған соусты осылай үстіне құйып жіберіп, піскенін күтетін боламыз. Пісіп жатқан кезде бір 20-30 минут болғаннан кейін осылай жаңағы шпажкадағы тауық еттерін осылай аударып қоюға болады. Екінші жағы да қызару үшін. Бізде дайын болды тағамымыз. Өте дәмді болып шығады. Енді кезекте тағамымызды сәндейтін боламыз. Өз фантазияңызбен әдемілеп, жанына көкөністер қосуға болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Арнадағы рецепттерді қарай жүріңіздер.